Сәлем достар, сіздермен бірге айтылмаған құпия каналы. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Аяулым мен Айдана мектеп кезінен ажырамастай дос болған. Бір партада отырып, өмірдің әр қадамын бірге өткерді. Бірі үндемей жүрсе, екіншісі оның жанын түсініп қоя беретін. Олар екеуі болып, күнде сабақтан кейін серуендейтін. Бір-бірінің үйіне барып құпияларымен бөлісетін. Айдана көңілді, ашық мінезді болса, аяулым сабырлы, ойлы қыз еді. Қарама-қайшы мінездер оларды тіпті жақындата түсті. Аяулым, екеуміз ешқашан айырылмаймыз, иә? Деп жиі айтатын Айдана. Мәңгілік достармыз, деп күлетін аяулым сеніммен. Уақыт өте келе, бұл достықтың сыналатын сәті туатынын екеуі де білмеген. Аяулым құрбыларымен отырған кеште Айдананың телефонына түнде сөйлесеміз бе? Деген бейтаныс хабарлама түсіп кеткенін байқап қалады. Хабарлама жігітінің есімімен сақталған номерден келіпті. Аяулым жүрегінде бір сыздауды сезді. Сенбеуге себеп жоқ еді, бірақ жүрек алдай алмады. Сол түні ұйықтай алмай, телефон қайта-қайта қарап шықты. Таң атпастан Айдананың парақшасын ашып, фотолар мен пікірлерді мұқият қарай бастады. Ештеңе нақты емес, бірақ тым таныс сөздер, күмән тудырған көзқарастар. Аяулым жігіті Даниярмен кездесті. Күлімдеген жүз, салқын дауысы бұрынғыдай емес сияқты. Бірақ ол ештеңе байқатпады. Керісінше гүл сыйлап, саған бәрі үшін рахмет деді. Тағы да күмән. Кешке Айданаға хабарласқанда, ол телефонды алмай қойды. 2 сағаттан кейін, кешір, ұйықтап қалдым деді. Бірақ онлайнда болған уақытта бәрін әшкерелеп тұрды. Кездейсоқ ортақ құрбысы Мөлдір аяулымға Айдананың чатынан скриншот жолдап қойды. Байқамай, сол жерде Данияр бүгін аяулыммен болғанын айтты деген жазу тұрды. Аяулым оларды бетпе-бет сөйлесуге шақырды. Бірақ екеуі де түрлі сылтау айтып, жолықпауға тырысты. Бұл әрекет бәрін ашып тұр. Түнде аяулым айналдында жылап отырды. Неге мен? Неге екеуі? Деген сұрақтар жауапсыз еді. Құрбыңнан да, сүйгеніңнен де бір күнде айырылу жүрекке ауыр. Аяулым бәрін еске алып, екеуінің қалай өзара жақындасып кеткенін ойлана бастады. Бәрі жоққа шығарғаннан пайда болды. Ол өзінің сенгіштігінен, жұмсақтығын мойындады. Бірақ бұл оның әлсіздік емес екенін де түсінді. Аяулым Данияр мен Айданаға хат жазды. Онда еш реніш те, ұрысу да болмады. Тек шын жүректен шыққан рахмет және қош болыңдар деген сөздер тұрды. Уақыт өте келе, аяулым өз-өзіне келіп, спортпен айналыса бастады. Жаңа достар тапты. Жаңа орта, жаңа жоспарлар. Бір күні көшеде Айдана мен Данияр қол ұстасып келе жатқанда аяулымды көріп қалды. Қыздар көзімен кездесті. Айдана көзін тайдырып әкетті. Аяулым сол сәтте өз жүрегінің толық сауығып кеткенін сезді. Бұрынғы реніштің орнына тыныштық, өз-өзіне деген сыйластық орнады. Өткеннің бәрі сабақ. Аяулым мен Айдана бірге өсті десе де болады. Бастауыш сыныптан бері әр демалыста бірі екіншісінің үйіне қонып, сериал көріп, түн ортасында дейін сырласатын. Айдана аяулымның барлық армандарын білетін. Ең үлкен арманы адал махаббат. Айдана жиі күліп, сен әлі өз ертегіңді күтесің бе, романтик қыз, дейтін. Аяулым болса, бір күні біреу келеді, сен ешқашан ренжітпейтін, сенетін жігіт, деп жауап беретін. Сол кезде Айдана үнсіз қалатын. Бірақ бұл үнсіздіктен не барын аяулым ұға алмаған еді. 11-ші сыныптың күзінде аяулым Даниярмен танысты. Ол биіктеу, сымбатты, сабырлы жігіт болатын. Алғаш көргенде ақ жүрегі жылып кеткендей болды. Данияр да оған ерекше көзқараспен қарайтын. Бір күні гүл әкеліп, бүгін сен өте ерекше көрінесің деді. Сол сәттен бастап олар сөйлесе бастады. Айдана аяулымның бұл махаббатына шын қуанатын. Әр кеште телефон арқылы Данияр не деді, қайда бардыңдар, не істедіңдер деп қызығып сұрайтын. Бірақ бір сәттерде бұл қызығушылық тым артық боп көріне бастады. Бір күні аяулым мен Данияр серуендеп жүргенде алыстан Айдананы байқап қалды. Ол бұлар жаққа қарады да тез бұрылып кетіп қалды. Бұл Айдана сияқты ма? Деді аяулым өзіне. Жоқ, мүмкін басқа біреу шығар, деп Данияр тақырыпты тез ауыстырып жіберді. Сол сәтте алғаш рет бір түрлі сезім пайда болды. Бірақ аяулым өз ойына өзі ұялып, бәрін ысырып тастады. Айдана соңғы кездері хабарласуды сиретіп,
бұрынғыдай жиі кездеспейтін болды. Сабақ көп, деді ол. Телефон сынды, деді келесте. Бірақ аяулым оның Инстаграм парақшасында белсенді екенін көріп отырады. Екеумізді не бөліп жатыр деген ой санасына қайта-қайта оралатын. Аяулым алғашында түсіністікпен қарады, бірақ іштегі бір дауыс бұл жай ғана сәйкестік емес екенін сыбырлай берді. Бұрын күнде сөйлесетін Айдана енді хабарласса жауап кеш, салқын. Не болып жүр өзі, деді аяулым мөлдірге. Айдана ма? Сол кезде Даниярмен көп сөйлесіп жүр-ау деймін. Сол сәтте жүрегі шым ете қалды. Аяулым үндемеді, бірақ дәл сол түні бұрынғы хаттарды, суреттерді қайта оқып шықты. Айдана ешқашан дәл солай жоғалып көрмеген, ал енді жасырынып жүргендей. Құрбың болсам да шындықты айту қиын ба саған, деді іштей, бірақ оны бетпе-бет сұрауға батпады. Аяулым үнсіздікті сақтады, себебі шындық өз-ақ ашыларын сезді. Бір күн аяулым Айдананы кездейсоқ көріп қалды. Сабақтан кейін кітапханаға бара жатыр еді. Мектептің артқы жағындағы саябақта Айдана біреумен сөйлесіп тұрған. Аяулым жақындап келіп еді, жүрегі тарс ете түсті. Айдана, Данияр. Екеуі қарата-қатар отырған. Даниярдың қолы Айдананың білегін ұстап тұр. Қыз күліп отыр. Аяулым сәл тоқтап қарап тұрды. Өз көзіне өзі сенбей, жүрегі дүрс-дүрс соғып кетті. Бірақ ішкі даусы, бітті, бұл күдік емес, бұл шындық, деді. Сол сәтте Айдана жан-жағына қарап, аяулымды көріп қалды. Көздері түйісті. Айдана шошып кетті. Орнынан тұра бергенде аяулым жай ғана басын шайқап, бұрылып кете барды. Кешке Айданадан хабар келді. Кешірші, кездейсоқ кездестік. Мен де не болып жатқанын түсінбей қалдым. Аяулым телефонға ұзақ қарап отырды. Саусағы дірілдеп, жауап жазбады. Біраздан соң тағы хабарлама келді. Мен саған бәрін айтқым келген, бірақ сен ренжиді деп қорықтым. Осы сөз аяулымның жанын одан сайын ауыртты. Ренжітпей, мені алдау дұрыс болды ма? Деді өз-өзіне. Көп ойланбай Айданаға соңғы хабарламасын жазды. Сен менің жанымды ойлаған жоқсың. Тек өзіңнің ыңғайыңды ойладың. Енді бәрі кеш. Мен кешірмеймін, жай ғана тыныш кет. Хабарламаны жіберді де телефонын сөндіріп тастады. Көзінен бір тамшы жас ақты. Бұл әлсіздіктен емес еді. Бұл құрбысының сатқындығынан, жігітінің алдауынан болған көз жас еді. Бұл жүректің соңғы рет ауырған еді. Келесі күн бәрібір келді. Күн жарқырап тұрса да, аяулым үшін бәрі тұманданып кеткендей еді. Мектептегі сыныптастары күліп жүргенімен, ол ешкімнің даусын анық естімей, өз ішіндегі үнсіздікке сүңгіп кеткен. Айдана сол күні мектепке келген жоқ. Данияр да көрінбеді. Бірақ олардың болмауы аяулымға тыныштық әкелген жоқ. Сабақтан кейін терезе алдында жалғыз отырды. Күнделік парағын ашып, қаламын алып, былай деп жазды. Мен сендерге сендім. Достыққа сендім, махаббатқа сендім. Бірақ сенімге опасыздық жасау жүректі жарып өту екен. Енді мен сенбеймін емес, енді мен сақ боламын. Енді мен әлсіз емес, күшті боламын. Енді мен сендермен емес, өзіммен біргемін. Ол тұрып айнаны қарады. Көзінде жас жоқ, тек бейне өзгерген. Бұрынғы сенгіш, бала көңіл қыз жоқ. Енді алдында ойланып, өмірден сабақ алған жаңа аяулым тұрды. Сол сәтте телефонына мөлдірден хабарлама келді. Сені қатты жақсы көремін. Нағыз дос екеніңді енді түсіндім. Керек болса, жаныңнан табыламын. Аяулым жымиды. Барлық адам бірдей емес. Кейбірі көлеңке болса, кейбірі шырақ екен, деді ішінен.